Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Қазір мен сіздерге қысқаша орыс пен Қытай деректер жөнінде айтып кетейін. Мынау Фейсбукте пікір жазғыштар баяғы айтады екен, орыстардың жаңағы айтқандарын күшпен тықпалап отыр Қайрат-Зарқын деп. Ол орыстардың айтқандары емес, орыстардың біздің аталарымыздан жазып алғандар және өздерінің біздер туралы жазғандар. Көрдіңіздер ме? Тағы бір жаңағы диван тарихшысы жазған екен, орыс пен Қытайдың дерегін оқымаған шығарсың деп. Ол бір кереметтей бір дерек оқып жүрген. Мен сіздерге айтайын, менің қолымдағы Қытай деректері Қазақстан Республикасының ғылым академиясында жоқ. Ол менде ғана бар. Ол кезінде кеңес дәуірінде небір айлы тәсілдермен Мәскеуден, мен тарих факультетіне түскенде 20 жасымда менің әкем Мәскеуден алдыртқан еді. Мәскеу бәрін біледі. Қазақтың да, Шыңғысханның да кім екенін бәрін біледі. Қытай да біледі. Ал енді мына қоғамда дұрыс емес ұғым пайда болған, яғни мына Шыңғысханның тарихын ең алғаш орыстар бұрмалады деп. Жоқ. Ең алғаш бұрмалаған ол Парсы мен Қытай. Оны да Ресей ғалымдары дәлелін бәрін келтіреді. Ол мына татар, орысшасы жарайды, татар тарихшысы Еникеевтің «История имперской Орды» деген кітабында деректер көрсетіледі. Сол жерде тіпті мына Византия саяхатшысының хаты жария көрген. Сонда айтады: Москву заполонили казахские ханы деп. И везде речь была татарская дейді. Ал енді орта ғасыр тарихшы Урузбек хан болса, казахи ранее были известны под именем татар дейді. Их героизм в этой битве заслуживает всякой похвалы дейді. 1 против 10 выходит, или побеждает, или погибает деп біздің аталарымыз айтқан. Көрдіңіздер ме? Енді осы орыс пен Қытай деректер жөнінде біраз мысал келтірейік та, содан менің жаңағы WhatsApp чаттарында жария көрген құлақ қағыс Шыңғысханның шындығы атты кітапқа қатысты құлақ қағыс мақаламды оқып беремін. Ең бірінші міне мысалы мына Елена Петровна Блаватская, бұл қазақтар жөнінде жазып кеткен. Мәселе осы да ғой. Оның үстіне бәрінен де Мұхаммедтің діні озды деп айтқан. Міне сол кісі былай деп жазады: Тем не менее, следы обширнейшей цивилизации даже в Центральной Азии подлежат еще нахождению деп бізді айтып отыр. Біз жерұйықты тауып дәлелін келтіріп отырмыз. Бұл үлкен өркениет болған жерұйықта. Восточная и центральная часть этих областей Наньшань и Алтынтак в далекие времена были покрыты городами, которые могли прекрасно соревноваться с Вавилоном дейді. Ежелгі Вавилон дегендермен тең қалалар болған қазақ даласында дейді. Сосын Пржевальский туралы айтады. Тут же знаменитый путешественник добавляет, что на протяжении всего пути вдоль реки Шершен он слышал легенду о 23 городах, засыпанных века назад движущимися песками пустыни дейді. 23 қала болған деп, ол Пржевальский қайдан білген? Ол қазған жоқ, ол қазақтардың сол замандағы ғұлама шежірешілердің аузынан жазып алған. Көрдіңіздер ме? Содан міне солардың бәрі обширнейший библиотекаларды сақтаулы дейді. Орыстың да библиотекасында мысырлықтардың библиотекасын Таласбек Әсемқұлов айтып кеткендей, Санкт-Петербургтың кітапханасында сақталған. Ал енді сол жаңағы қазір ғана сол қазақ тарихшылары бұл дерекке қол жеткізіп отыр, бірақ олар әлі еш пікірін айтқан жоқ. Мынау міне полное описание моңғол татар, моңғол татарларды толық сипаттау деген Қытайдың елшісі, барлаушысы Жау Оқунның, ол біздің қазақтың тілін өте жақсы білген, соның жаңағы жазған деректері. Көрдіңіздер, бұның комментарийімен, аудармасымен біз осы деректерден көп нәрсені тауып отырмыз. Мысалы, сол жерде тіпті орыс ғалымдарының ақыл жетпеген ел ату түзу дегеніміз, ол ел ата қият деген сөз, өйткені түзу дегеннің Қытай деректерінде қият екен күллі әлемнің тарихшы ғалымдары өте жақсы біледі. Көрдіңіздер ме? Соның бәрі ол біздің мына Шыңғысхан шындығының кітабында айтылған. Ал енді міне
ауған соғыс ардагерлері маған арнайы мына Қайрат Зарықпанға беріңдер деп орыстың тарихшысы Почекаевтың «Ханы Золотой Орды» кітабын берді. Сонсоң Бақытбек Смағұлов «Бақ Афганец» дейді ғой. Соның жазған мен көрген соғыс атты кітабын беріп жіберген еді. Және де генерал Ертаевтың 3 кітабын маған ауғандықтар арнайы маған берген еді. Айта кету керек, Бақытбек Смағұловпен мен әскер қатарында бірге болып, сол орыстың абақтысында танысқан едім. Кейін Бақытбекті Ауғанстанға алып кетті. Мен Дембілге кеткен едім. Ол жас солдат болып келген. Міне осы орыстарда енді, біреулер айтып отыр, орысты тықпалап отыр. Енді қараңдар, орыстар не дейді? Необходимо отметить, что само название «Золотая Орда» используемое в книге достаточно условно. В исторических источниках жазба деректерді дейді. Өздерінің ғой жасырып отырғаны. В исторических источниках это государство обычно называется Улус-Джучи или Кипчакское ханство дейді. Қыпшақ хандығы. Ал енді Шыңғысхан неге қыпшақтарды қырды дегенге, қыпшақтардың екі бөлініп кеткен, оны тарих ғылым доктор Кляшторн мен Мұханов жазған Қазақстан летопись 3000 летий дейді. Яғни 636 жылы біздің аталарымыз Сианто, Сир, Қаңлытау деп мен айтып отырмын. Сол мемлекетін құрып, бізге Қытай мен ұйғыр жабылып кеткенде, бізді тастап кеткен қыпшақтар болған. Міне соларды қырған Шыңғысхан. Ал жалпы ол қыпшақта, Шыңғысхандардың да бәрі де қыпшақтардың болған. Қыпшақ дегеніміз қазақ деп орыстардың өздері айтып отыр. Ал енді Зуевтің деректерінде, Қытай деректерінен алған Қытай танушы, яғни мына сүбедей, ол сұба адайы деген сөз, арбал адайы деген сөз. Сол соның қол астында Қаңлы мен қыпшақтар болған әскері. Сондықтан сүбедей анау мына қашып кеткен қыпшақтарға айтады ғой. Біз сендермен ағайынбыз дейді. Аландар бөлек бөтен дейді. Сендер аландарды бізге тастаңдар деп айтқаны бар, содан кейін енді қараңыздар, Москва жөнінде айтайық. Сам Бату в битве у Коломны, по-видимому, не участвовал, поскольку в эти дни осаждал пограничную крепость Суздальской Руси Москву. Яғни Москва дегеніміз қамал, міне үш бұрышты қамал, үш бұрышты ежелде Мосы деп айтқан, сонда Құба, Мосы Құба. Өйткені жерұйықтың ең басты атауы қазақ үшін Құба сай, міне. Көрдіңіздер ме? Қамал. Мұса пайғамбардың да аты Мосы болған. Мосес деп гректер айтады, міне. Мос ағашы бар қолында. Оны біз айтып кеткенбіз. Енді бір мәселе, осы жерде мысалы, а поскольку после смерти в мае 1242 года Шагатая, последним из сыновей Чингисхана, Бату стал ага старейшины рода Чингизидов. Яғни Батудың ел ағасы деген атағы болған. Аға деген қазақтың сөзі ғой. Ака деп өзбектер айтады, Бұлар адайы болғандықтан, бұлар Манас жырындағы шежіре деректерін білген, Көкедай киіз туырлықты халықтардың атасы еді. Ер Қосай ел ағасы еді деген сөзі. Бірақ Ер Қосай дегеніміз шежіредегі Қосай емес, тағы да айтамын. Ер Көкше дегендеріміз Гиксостар, соның ұрпақтары Қосай деген Коссей, Касситі тарихи деректерде, Библияда Хуше, Куше, Кушьянг деп айтылады. Чечуа, Кичи деп америкалық үндістер айтады. Бұл сөз Дәуіттің қасында жүрген Қосай. Бұл бері дегенде 12.000 жыл, ары дегенде 26.000 жылға. Әңгімелер мына Белес кітабында 2 түмен дейді ол заманды, яғни 20.000 жылға апарады. Міне құрметті ағайын, орыс деректері дегеніміз осы болады, Қытай деректері деген осы болады, оның бәрі бар. Ол деректер қазақ ғалымдарының өздерінде жоқ. Біз сол деректердің негізінде Шыңғысхан шындығын жаздық. Енді міне бір өткенде айтқан жаңағы Дулати, Асылжан Дулати, тарихшы, дерек танушы, Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығы тарихтану бөлімінің меңгерушісі былай деп жазады Шыңғысхан журналында. Және осындағы бір ескеретін нәрсе, адам баласы тарап шыққан жалғыз Нұх пайғамбардың ұлы Яфастан тараған түркі әулетінде ғана қалаған уақытында жаңбыр, қар, бұршақ жаудыра алатын қасиетті тастың сақталып қалуы, әрі осыған қарап отырып,
түріктердің де Құдайдың сүйікті ұлдары болғанын аңғаруға болады. Тіптен соңғы ислам діні түскен арабтардың өзіне де мұндай қасиет берілмепті дейді. Қағбадағы тастың біздің тас екенін жасырын мағыналы мәлімет ретінде міне тарихшы, деректанушы айтып отыр. Сондықтан Шыңғыс ханның шындығы атты біздің кітаптың 3-ші тарауы адайдың жада тасы деген тарау болады. Яғни Мадай қараның ұлы Көкадайға түскен тас. Ал енді Библияда Япшының ұлы Мадай деп айтылады, сол Мадай қараны. Міне көрдіңіздер, міне сондықтан тағы да айтам, бұл жалпы Шыңғыс ханның тарихын айта келе біз қазақтың тарихын айтып отырмыз. Енді сол құлақ қағысты оқып берейін сіздерге. Яғни Шыңғыс ханның шындығы атты кітапқа құлақ қағыс мақала, соны біраз үзінділерін айтып берейін. Қытай елшісі Джао Хунның Мен Дабилу атты дерегінде татарлардың ең алғашқы тарихи сахнаға шыққан жерлері Кидандардың солтүстік батысындағы жерлері. Бұл моңғол татар тайпалар ерекше жұрт Шатодан тарайды. Сондықтан олар туралы бірнеше буындар бойы ағымында еш хабар болмаған. Дегендегі Шато деген Асан Қайғы айтқан шат екенін жазып отырмыз. Яғни жер үйіктің бір атауы. Олар туралы бірнеше буындар ағымында еш хабар болмаған деген сөздер Қиян мен Нүкіздің елінің 4,5 ғасыр бойы осы жабық кеңістік Қамауша, Шат, Ергенекоңда отырғандарын айтып тұрғандарын жазады. Шат, Шато, шешен халқында шат ой деп аталады. Терең шаттағы ой. Шатқал деп айтылады, Енді Ергенекоң дастанына қатысты олар онда айлап жылдап жүрген дейді. Тіпті малдарымен де кеткен негізінде. Ана біздің әгі орыстардың алдап бізге ұстатып қойған дастаны Қиян мен Нүкіз кетті дейді. Жоқ, бір үлкен екі ел кеткен. Қиян мен Нүкіздің елі кеткен. Оның дәлелі бәрі бар. Міне Ергенекоң дастанындағы олар ақыры айналасын аса биік таулар қоршаған, сарқырап ағып жатқан аса өзендері бар жерге тап болады. Сол үлкен дарияның бір жағы жеміс ағаштары жайқалып тұрған бау-бақша, екінші жағы шүйгіл шөбінен түйе көрінбейтін кең жазира жайлау екен. Бұл жұмақ тектес жерді Ергенекоң атапты дейді. Бұл жердегі үлкен дариямыз біздің Сырдария болады. Ол жердің Қамауша екенін, Рашидаддиннің айналасы тек таулар мен ормандардан тұратын, ол жерге жету өте қиын еді. Бір ғана жіңішке әрі жүруге ауыр соқпақ жолдан басқа ешбір кірер жолы жоқ дейді. Көрдіңіздер ме? Геннадий Пиков, орыс ғалымы, тарихшы ғалымы, Шыңғыс хан моңғолдары бұл өздерінің тарихи отандарында тыныштық сақтап жүргендері туралы деректі көрсетеді. Осыны біздер Едіге жырынан да көреміз. Онда Қамаушаға келген Едіге Айсаның ұлы Ахметке айтады: шеттен хабар салайық, әскерлерін шығарып сыртқа таман алайық, сосын соғыс салайық дейді. Демек жырдағы Нұрдың Қарабайыр деп аталған бұл киелі жерде аталарымыз соғыс салмаған, ежелгі құтты мекендерінде қан төкпеген. Осының негізінде ең басты мәселе моңғолдардың құпия шежіресінде Қамақ моңғол дегендері сол Қамаушада қамалғандар мен қазіргі қалқа моңғолдардың екеуін екі бөлек массивтер екендерін айтады. Қамақ моңғол дегендеріміз біздің қазақтар, олардың қағаны Қабыл қаған болған дейді. Қабыл дегенде біздің сөзі қабылдайды, Құдайдың сөзін қабылдайтын адам, Қабыл дегенде қазақтың атауы. Ал енді қалқа моңғол дегеніміз қалқа, щит, алдыға жібереді. Штрафной батальон сияқты смертник дейді, өлімге жібереді. Сондықтан ол қалқа моңғолдардың өздерінің мақтау әндері бар. Мы были щитом для народа моңғол. Біз моңғол халқының қалқасы едік деген өлеңдер бар. Міне осы қалқа моңғол деген сөзден енді келіп алдымен парсылар мен қытайлар, кейін орыстар біздің тарихымызды со қалмақ қой, негізі қалмақ, жалпы шығыс ғұндары, Қытайдың бір түрі, соларға бере салған. Енді бұл деректер Рашидаддиннің айтқан жоқ, бұл біздің түрік дастанында, басқа қолдарда сақталып қалған, бұны ешкім бұрын соңды жария еткен жоқ. Енді анау Ергенекоңнан шыққандағы Бөрте шененің сөзі: о менің халқым,
Менің айтар сөзімді пайымда, жақсылап оғып ал. Біздің ата бабаларымызға қадым замандардан бері осы Ергенекон құтты мекен болған. Арада көп жылдар өтті. Көк тәңірі бізді қолдап өстік, өндік, көбейдік. Бұл үшін киелі Ергенекон жеріне бәріміз бас иіп тағзым етейік. Әйтсе де біздің ұлы бабалар зираты жатқан қасиетті атамекеніміз анау заңғар таулардың арғы жағында екенін ұмытпайық. Бір кезде бізге қорған болған асқар таулардың қоршауынан амалдап шығайық. Енді аттың басын ата жұртқа қарай бұрайық. Тақбаштарды жерімізден қуып шығарайық. Сөйтіп кек қайтарайық, жер қайтарайық дейді. Амалдап шығайық дейді. Ергенекон сондықтан тескен тау дейді. Бітеп тастаған жартасты 70 жерден от қойып, сол жерден біздің аталарымыз шыққан. Ол біздің мифтерде де бар, оның бәрі осы жерде айтылған. Ал енді жаңағы шато дегенді орыстардың деректерінде қалай айтады? Шато деген Шыңғысханның моңғол татарлары шато деген ел деп тұр ғой. Барған, соларды көрген, солармен сөйлескен адам жау оқын жазып кеткен. Сонда былай деп айтады. Енді орысша жазып отырмын ғой. Комментарий мен добилу. Орыстың дерегі. Шато – конфедерация западных тюрков, обитавших в VII веке, по одним данным, в районе Ферганы, на бывшей территории Усуни. В 8-10 веках отколовшиеся группы шато проживали на территории современных провинций Шансу, Гансу и Шанси. В X веке они захватили Северный Китай дейді. Міне, Северный Китай деп қазіргі моңғол үстіртін айтып тұр. Моңғол үстіртін сол кезде солтүстік Қытай деп. Сол жерде міне отырған барлық қазақ тайпалары. Мұқым моңғол даласында өткенде көрсеткендей барлық қазақтардың таңбалары болады. Сондықтан мына мен оның оғысында атын жазам. Біздің шығыста Өскемен қаласында атаңызға айналған Қабыш деген ағамыз бар. Менен оғысы кейінірек оқыған тарих факультетінде. Бірақ күллі адамзаттың тарихын жаттап алған, жатқа айтатын, қағазға қарамай айтатын Қабыш деген ағамыз бар. Бай жігіт Тоғастан, хан Тоғастан тарайды. Сол кісі айтқан еді. Соның жазғаны бар, оны да ол кітапта келтірді. Яғни біздің аталарымыз Шыңғысханмен бірге әлемді алуға кеткен кезде олардың орнына Бұтақарағанның түбінен, Тибеттен түскен бұратана халықтар келіп, моңғол атауы соларға ауысты деп Қабыш ағаның жазғандарында айтып қойдық. Көрдіңіздер ме? Енді сол орыстардың комментарийінде өгедейдің аты. Біздің енді ежелгі тілімізде ақ деген, оқ деген, ал деген, ол деген оны айттық, иә? Міне, одей, огедей, жақшанышын адай, старший сын Чингисхана, форма адай, огедей, употребляемый нашим автором в имени огедей, очевидно представляет собой отражение действительно существовавшего произношения. Яғни өгедей дегеніміз ақ адай деп аталады. Ақ адай дейтін негізі бар, өйткені Маадай қара жырында ол ақ сары бет әлпетті, народ его был светлолик дейді, ал Шыңғысханның ақ сары бет әлпетті, жасыл сұр көзді болғанын білеміз. Енді мен кейде қалжыңдап Шыңғысханды Құнан орыс деп қоямын, адайдың. Көрдіңіздер ме? Ал енді тарихи деректерде, Бичуриннің деректерінде Игадей деп Ағадайда айтылады, Изадей деп Әзадай айтылады. Оны да біз жерде жаздық. Ал енді Сілеуберді Әбенай 5 уақыт намазда болды деп жазған еді, бірақ оның қолында да бұл дерек болмаған. Қытайдан келсе де бұл дерек оның қолында болмаған. Мына деректе міне былай деп айтылады. Джафар Ходжа на самом деле был мусульманином, он присоединился к Чингисхану еще до 1203 года, так как он и мусульманский купец Хасан значатся в числе участников Бальджунского договора, относимого к этому году, когда в трудную пору после неудачной битвы будущего монгольского хана с киреитами Чингисхан и его сподвижники якобы пили мутную воду Бальджуны и клялись в верности друг другу. Джафар Ходжа был одним из первых монгольских даругачей, уполномоченных монгольских властей для контроля за местными чиновниками в завоеванных районах. В его биографии Юаньши деген Қытай дерегі бар. Тогда сообщается, когда император возвратился на север, Джабаэр, яғни Джафар, был оставлен охранять Джунду вместе со своими полководцами. Как известно, Чингисхан ушел из-под стен Пекина на заставу Цзюйгань в 1214 году. Көрдіңіздер, Джапар қожа болған, сондықтан сызған құтқаның айтқаны рас болып тұр. Сіздің алтын дәрет құманыңызды көтеріп,
сіздің алтын босағаңызда ер жеттім дейді. Көрдіңіздер ме? Және де наймандар жөнінде мына жерде бұландай дерек бар. В то время на северо-западе было государство Най-Мань деп жазып. Найман дегеніміз мүйіз сырнайлы адам деген сөз. Ол мүйіз сырнайды найман шежіресін өкіріш дейді. Бұқаша өкіріктің дыбысын шығаратын сырнайлы адам. Олар сонау ас найман деген бар, ол викингілердің со наймандар болады деп. Оның да дәлелдерін бәрін біз бұл жерде келтірдік. Сонан кейін со кітапты бісміллә деп бастаған кезде Несіпбек Айтұлы ағамыздың өлеңін эпиграф ретінде алдық. Бұлыңғыр өткен өмір бұлдыраған, тұмандай түнереді тұнжыраған, тұтасқан көк мұнардың арасынан жалт етіп көрінер ме мұңлы бабам дейді. Міне құрметті ағайын. Қазір енді келіссөзді жүргізіп жатырмыз. Бұл кітаптың үлкен тиражбен бастырылуына қатысты төрелермен де ақылдасып жатырмыз. Төрелер бұл кітаптың шығуына үлкен қолдау көрсетіп отыр. Төрелерге қатысты айта кету керек. Төре деген сөз ешқандай да төрдің иесі деген сөз емес. Оны анау Серікбол Қондыбайдың тілімен айтқанда қазақ байшылықтан болған әңгіме. Біз төрелерден дерек алып отырмыз, олар маған соны айтып отыр пікірлерін. Яғни бұл тор деген сөзден төре сөзі пайда болған. Тор деген, енді біз Серікбол Қондыбай айтқан мифолингвистикалық зерттеулермен айналысамыз ғой. Яғни Серікбол Қондыбай арғы қазақ мифологиясын жазған кезде айтқан. Қазақ ғылымында мифолингвистикалық зерттеу мектебін ашу керек. Ондай мектепте ешкім ашқан жоқ, бірақ біз ол зерттеулермен айналысамыз. Оның нақты себебі бар. Адамзаттың алғашқы тілі біздің жаңағы тұран қыпшақ тілі болған, оны біз айттық. Сонда тор деген сөз, қазақтың тілін жетік білген адам ғана оны түсінеді. Тор деген сөз ала деген сөздің синонимі, яғни денесі меңдермен торланған адам. Ол кім? Біздің алашқанымыз Фирдауси Алақабылан деп атаған. Сондықтан Тілеуберді Әбенай Шыңғысхан әз Алашахан деп дұрыс айтқан. Бірақ ол әз Алашаханның өзі емес, соның тікелей ұрпағы деген сөз. Ұқтыңыздар ма? Тор дегеніміз тарихи деректерде бар. Оны да біз кітапта жазып көрсетіп отырмыз, айтып отырмыз ғой. Біз енді қазақшасын шежірелік тілмен қазақ бірден түсінеді ғой, ұлығалық, данағалық қазақ. Жаздықта, ал енді орысшасын біз диссертация сияқты жаздық. Сонда тор дегеннің орыстар біледі, тор дегеннің осы екен ғой деп айтатындай етіп, ешкім жоққа шығара алмайтындай етіп жаздық. Сонсоң мен сіздерге бір мысал ретінде айтып кетейін. Біз енді көптеген нелерге жөнелттік қой, жаңағы еврейлердің жаңағы қоғамдық қорларына, ғылыми орталарға, сонан кейін ағылшындардың Королевский географический общество жерұйық туралы жаздық, иә? Біз оларға бірақ сауал қойдық. Мынаны жоққа шығарыңдар, не мойындаңдар. Қылт-сылт деген болмайды деп, иә? Сонда міне әлі жауап келген жоқ, бірақ енді ол Гарвардта болсын, біздің қазақтар бар, ағылшында болсын, қазақтар жетеді ғой, шетелде жүрген. Солар арқылы біз жөнелткен, яғни Арман Ақмұқан төрі Всемирный конгресс тюркских народов, соның жаңағы президенті Нью-Йоркта тіркелген. Соның атынан менің кітабым жөнінде хат жазылған. Олар алдық деді, әлі жауабын бермеді, бірақ сондағы біздің ағайындардың бізге жазып жіберген, қазір сіздерге оқып берейін. Енді ол шындығын айту керек, жалпы енді ағылшында, Европада, Америкада жүрген қазақтардың басым көпшілігі ғалымдар, әсіресе ол орыс тілді қазақтар. Сондықтан бізге солар аналардың сол географиялық қоғамның көзқарасын орыс тілінде жазып жіберген екен. Біз енді ол Арман Ақмұқанның оларға хат жазуының себебі бар. Біз алдын ала дайындық жұмыстарын жасап жатырмыз. Өйткені ағылшындардың
Дели телеграф газеті қазақтарға тіл тигізген, және де Арман Ақмұқанның өзіне тіл тигізген. Ол ашықтан ашық оларға айтқан, біз сендерді сотқа береміз. Яғни мына кітап негіз болады. Арман Ақмұқанның қолында бұл кітаптың электрон нұсқасы. Мен ол бауырыма сенем. Түгел ол бәрін біліп отыр, өте сенімді отыр. Сондықтан ол өзінің құрылтайшысы болған дүниежүзі түрік халықтарының конгресс атты қоғамдық қорының атынан мөрін басып тұрып, соларға жөнелткенде біздің сол жақтағы соның айналасында жүрген ағайындар былай деп аналармен ғалымдармен сөйлескен ғой. Мысалы мына Қырғыздағы Мұса ағамыз бір-екі докторға көрсеткен екен, тарих ғылым докторына. Олар это сказки деп айтады дейді. Көре алмай кеткен ғой қазақтарды. Көрдіңіздер ме? Ол ондай әңгіме болмай, сен жоққа шығар, или артыңды қыста жайыңа жүр. Міне солардың жауабы былай келіп тұр. Они рассматривают книгу Кайрата Зарапхана с позиции академического консерватизма. Они признают Кайрата Зарапхана как автора, но оценивают его доводы через призму строгих правил и догм. Письмо от Всемирного конгресса тюркских народов Армана Ақмұқана прочитано очень внимательно, и его масштаб, тема земли обетованной как глобальная идея, их впечатлил. Для них это выглядит как интеллектуальный вызов. Они не могут официально это признать, так как ограничены рамками академических протоколов, своей репутацией и устоявшимися догмами. Они заперты в своей системе, но внутренне они видят в этом глубокую истину и масштаб. Одним словом, книга Кайрата Зарапхана вызвала у них интеллектуальный зуд и любопытство, но они не будут об этом кричать на весь мир, скорее они оставят глубокое изучение вопроса для внутреннего пользования. Дейді. Біз айтып отырмыз, жоққа шығарсаңыз, ғалымдарың бар ғой сендердің. Мұқым академия, мұқым географиялық қоғам, еврейлердің де қоғамында өздерінің тарихының доктор атағындағы ғалымдары бар. Біздің анау 4 жыл бұрын кім апарып берген жаңағы. Ол жерде Шыңғысхан жазылған. Мен Жер-үйі шұқиян земля обетованный кітабымды кімге апарып берген жаңағы. Жақсылық Сәбитовке үйіне апарып берген. Дәурен Абаевтың қол астында департамент басқарған менің інішегім үйіне апарып тұрып берген. 4 жыл бойы менің кітабыма қарсы пікір айтпай отыр. Жазсаңшы, сен айттың ғой, Шыңғысхан қазақ емес, Шыңғысхан адай емес, Шыңғысхан бәленбай емес. Мен жазсаңшы, мына жер өтірік деп. Ешкім жаза алмайды. Міне көрдіңіздер ме? Ешкім жоққа шығара алмайды. Біз тарихшы ретінде тарихи деректерді көрсетіп тұрып айтып отырмыз. Ешкім ештеңке шығара алмайды. Ал енді бірақ Қойшығара Салғара ұлымыздың бір ауыз сөзін айтып кетейін. Ол кісі айтқан еді. Егер де менің жазғандарымды біреу жоққа шығарса, оның өзі ғылыми жаңалық. Көрдіңіздер ме? Егер бұны біреу жоққа шығарып, өзінің дәлелі, ғылыми дәлелін келтірсе, оған біз өкпелемейміз. Қайта қуанамыз, ойбай. Бізден де өткен бір ғұлама шыққан екен деп.